Әкем саған еш нәрсе болуына жол бермейді. Анам сен үшін от төсегіне баруы керек. Ұйықтама. Мен әлі баламын. Сондай аяныштымын. Сіз суды қайтара алатыныңызды білесіз бе? Туған күнің құтты болсын. Менің күйеуім оны оған беріп жатыр. Ал сенің құтқарылғаның менікінен де ұят. Күйеу, сен маған 3 күн бұрын осы жылы туған күнімді жақсы өткіземін деп уәде бергенсің. 4 жыл бойы сіз онымен туған күніңізді өткізген жоқсыз. Санау, өтінемін, тағы біраз тұрыңыз. Мен сенімен бірге болғым келмейді ме? Мен үй жануарларының дәрігерімін. Котаттар мен күшіктер кез келген уақытта алғашқы медициналық көмек көрсету үшін ауруханаға келеді. Мен білемін, бірақ әке. Мен ең көп дегенде 10 минут тұрамын. 10 минут жеткілікті. Вен әкесімен ойнауға кетті. Керемет, керемет. Вен әкесімен біраз уақыт бірге болғанына өте қуанышты болса керек. Мен сәлемімді үйге алып келдім. Әке, мына Хуаю ағаға қарашы. Жүр, бірдеңе болғанын ұмыт. Әке қолы бос емес. Өзім ойнайын. Бүгін менің туған күнім өте қуанышты. Әке, менің жаңалықтарым келіп жатыр, сондықтан мен сізбен бірінші сөйлеспеймін. Мәтін осында. Маған келуді ұмытпа. Асығыс болсам, алдын ала айт. Бұл ата-ана менің балама өте аянышты. Сондай аянышты. Жарайды. Балам, әке. Бауырым, менімен бірге келгеніңе рахмет. Қазір менің көңіл күйім тұрақты. Ол мені тістемеу керек. Алдымен Анран апамен бірге барғаныңыз жөн. Жоқ, мен әлі бара алмаймын. Әйтпесе мен эмоционалды тұрақсыздықпын және оңай жарақат аламын. Мен сенімен бірге болуым керек. Мен Хуан ағаның мен үшін ең жақсысы екенін білдім. Сәлеметсіз бе? Сіз терген пайдаланушы уақытша қол жетімсіз. Не істеу керек? Бауырым, менің босануым қиын, бірақ сен менің итімсің. Сондықтан оған қызыңдай қарайсың. Менен сұрай алмаймын. Уайымдама, мен сені дереу ауруханама апарамын. Сен ояндың, мен келемін, мен өлемін. Қандай ақмақтық. Әке, оның көлігі неге тоқтады? Алдында тұрған жеке көлік пе? Ағай итті құтқару үшін жолды жауып тастады. Бұл мені шақырмайды. Сен не істеп жатырсың? Ағай психикалық ауруға шалдыққан ба? Жедел жәрдемге келуге батыл болыңыз. Ұшу кезінде ауруханаға жеткізілу қаупі қандай? Байонның табысты болу үшін күйеуім қызына жалғыз арнасын берді. Көлікті айдап кеткеннен кейін
Сіз қайтадан өзіңізсіз. Сіз немен айналысасыз? Сіз бүгін итіңізді бөгеу үшін жолды жауып тастадыңыз. Мен әрқашан балалар туралы айтатынымды білесіз бе? Танаканың қазір қаншалықты дәрменсіз екенін анық байқауға болады. Содан кейін мен төтенше жағдайға тап болдым. Үй жануарларының дәрігері ретінде мені дереу құтқару керек. Бұл менің міндетім. Сонымен қатар, мен жолды әдейі жауып тастаған жоқпын. Жақын арада кетіп қаламын. 4 жасар Вен-Венді теңіз жағасында тастап кеткенде, оның қаншалықты дәрменсіз екенін ойлап көрдіңіз бе? Сіздің көз алдыңызда біздің қызымыз бар ма? Ол адамдарды түсінбейтін бала емес. Келмес бұрын мен Вен-Венге күшікті құтқарып, оны да сатып алуға уәде бердім. Ол әлі де қателеседі. Мен күшікті құтқаруға асығамын. Егер сіз мәтінді оқымасаңыз және ештеңе айтпасаңыз, сіз жомарт бола алмайсыз. Мен оның туған күнін тойлау үшін кешке ерте орала алмаймын ба? Ол әпкеге менің кінәм бар. Бірақ алдымен бізді жібере аласың ба? Қызыңыздың құтқару уақытын кешіктірдіңіз бе? Егер оған бірдеңе болса ше? Тинг, уайымдама. Сауруй ауруханада дайын. Тек біздің қайтуымызды күтіп отыр. Үй жануарларының дәрігері ретінде мен жанқияр кішкентай гүлге көмектесемін. Сен менің қызымсың ба? Мұрным, мені іздеп жүрме. Саухуа, алдындағы ханым, қызың өліп жатыр. Әке. Кенеттен жақсы болыңыз, асығыңыз. Біз ауруханада жатырмыз. Мен ұйықтағым келеді. Мен. Білмеймін. Мен анаммен сөйлесемін. Тәнтан Сауруй, кешіріңіз, мен бар күшімді салдым. Ванға жақындап, жарайды. Қызым, шынында да, сол күні күйеуім Баюенің итін аяғын қысуға жіберді. Бірақ менің Вен-Вен көлеңкесін мәңгілікке жауып тастады. Адвокат Шен, бұл сенің қызыңның күлі. Мен аш емеспін. Сыртта ұзақ ойнағаннан кейін, анам сені үйге апарама? Бірақ түн ортасында ұйықтамайсың. Мұнда не істеп жүрсің? Егер сізге бәрібір болса, сіз онымен күні бойы бірге болуыңыз керек. Кеше Ван Веннің туған күні болғаны есіңізде ме? Мен кейде шынымен түсінбеймін. Сіз бұрын онша қамқор болмадыңыз ба? Қазір бұл қалай болды? Менің міндетім ұсақ жануарларды емдеу. Сіз күні бойы осындай паранойяны бастан өткердіңіз және ауруханадан шығарылдыңыз. Үй және солтүстік батыс шел. Сіз менің ерте оралатынымды айта бердіңіз және оның туған күніне еріп жүру үшін оған торт пен сыйлық сатып алуымды өтіндіңіз. Ал енді? Сыртта қатты жаңбыр жауып, торт дүкені жабылды. Мен торт сатып алу үшін есікке барамын. Мұнда өз бетіңізше жынды болыңыз. Мені тоқтатпа. Чан Ю, менің жүктілік қорабымның не екенін білесің бе?
Мен ауруханада бірнеше күн бойы шаршадым. Менің сенімен мұндай ойын ойнауға уақытым жоқ. Ажырасайық. Мен үй жануарлары ауруханасына жем іздеп барғаным үшін. Сен менімен ажырасқалы жатырсың. Менімен араласпа. Мен сізге хабарлап отырған жоқпын. Қазір де ескертіп отырмын. Біз шынымен ажырасқан болсақ та, біздің қамқорлығымыз менікі болуы керек. Шындығында, мен оған және сіздің суық және қатыгез анаңызға жол бермеймін. Мұның бәрі ананың қолында, анашым. Шен ханым, бұл сіздің қызыңыздың қайтыс болғаны туралы куәлік. Рахмет. Мынау. Сіз үй жануарлары ауруханасында көңіл көтердіңіз бе? Бақытты. Әке, сіз сонша кішкентай өмірді сақтап қалғаннан кейін шаршаған болуыңыз керек. Солай емес пе? Барып демалыңыз. Вен өте ақылды. Содан кейін мен алдымен сыртқа шығып, анама рұқсат етемін. Мен бұл ұсқынсыз ба деп сұрадым. Ал, анама қарашы, күні бойы қолым қышиды. Маған жақпа жағуға бола ма? Анам сізді жақпа жағуға апарады. Анашым, әкеме иттің жүніне аллергиям бар деп айтпаңыз. Жарай ма? Мен аллергияға қарсы дәрі іше аламын. Мен әкемнің қасында біраз уақыт қалғым келеді. Жарайды. Анам сені дәрі-дәрмекке апарады. Ханым, сіз ақыры ояндыңыз. Сізге жақсы жаңалық. Сіз жүктісіз. Иә, бұл бала. Сенімен бәрі жақсы ма? Адам ағзасындағы айырмашылық енді қайтадан жүкті. Үйге барғанда демалуға көңіл бөлу керек. Әйтпесе қандай да бір жазатайым оқиға орын алса, енді ешқашан балалы болмайсыз. Вен, сен мына кішкентай сәбиден анасына еріп жүруін өтіндің. Уайымдамаңыз, бұл жолы анам оны қорғайды. Мен сенен сұраймын. Уайымдама. Мама, сәби, уақыт бітті. Өткелден өтпес бұрын баланың әкесі қайтып келгенше күту керек пе? Ол қайтып оралғысы келмеуі мүмкін. Бала осындай жас кезінде кетіп қалды. Ол әлі де қайтыс болды. Егер сізді ата-анаңыз ертіп жүрмесе, соңғы сапар аяқталады. Содан кейін мен қоңырау шалып тырысамын. Сіз терген пайдаланушы уақытша қолжетімсіз, және сіз терген пайдаланушы өшірілген. Бірақ баланың әкесіне өлі сияқты қарау жеткілікті. Өтінемін, пісіріңіз. Мен балаларым үшін азап шегуге дайынмын. Сіз 10 юаннан астам ақша таптыңыз ба? Бұл шынымен шұғыл емес пе? Бауырым, менің баратын жерім бар. Солай ма? Осы күндері мен мүлдем ұйықтай алмадым. Мен әрқашан оның анасы әлі де сағынбайтынын айтып тұрғандай сезінемін. Солай емес пе? Бинг, уайымдама. Мен сенімен бірге болып, соңғы сапарымда менің соңымнан иремін. Егер оның көкте рухы болса, ол да сені көргісі келмеу керек. Менің уақытым келді. Ендеше бастайық.
Анам кеше түнде қожайыннан бұл туралы ұмытып кетуін өтінді. Мен бұл ұстанымды ұмытып кеттім. Қараңызшы, анам сізге сүйікті кішкентайыңызды сыйлады. Мен ол жерде жақсы өмір сүруім керек пе деп сұрадым. Сондықтан мен үшін бақытты үй таба алмайсың. Ей, мисс Шен, сен үшін ойнағаны үшін ұрысып қалды. Бауырым, менімен бірге келгеніңе рахмет. Тым бос емес. Кішкентай қолдар мүлдем құтыла алмайды. Бұл мен істеуім керек нәрсе. Сіз ауруханада қолыңыздан келгеннің бәрін жасадыңыз, және маған көп көмектестіңіз. Сізбен бірге жүру сіздікі. Айтпақшы, бұл өкінішті болар еді. Ей, қараңдаршы, бірақ бұл шынымен де қателескен жоқ. Қабір тасы күшік стилінде ойылған. Бұл шынымен де Құдай қызыма арнап таңдаған демалыс орны. Тек бақытты бол. Тоқтат, оның ішінде кім жерленгенін білесің бе? Әпкем бізді қалай жібере алады? Тек соңынан еретін жер іздеп жүрмін. Менің бейшара қызым оның орынсыз иті үшін бізді неге ұятқа қалдырғанын ұмытып кетті. Бір қарағанда, кімнің жүрегі ит екенін білмеймін. Мен отбасыма өтемақы ретінде қомақты ақша төледім. Сонымен қатар отбасы бұл жағдайда орнаға қамқорлық жасайтынымызға келісті. Мені ерекше тоқтату үшін қандай біліктіліктеріңіз бар? Бұл жай ғана ақылға қонымсыз. Жеткілікті. Шен Анран, Ван-Ванда өмір. Сене аласың ба? Сенбейсің бе? Мен сенімен шынымен ажырастым. Сұрай алмаймын, солай ма? Улы және жеуге жарамсыз. Кішкентай Маска апай айтқандай жақсы емес. Маған көмектесіңізші, бірақ менде қауіпсіздік үшін топырақ мәселесі жеткілікті ме? Бұл аз танымал жабайы ит үшін қатты ашуланыңыз. Мен сенің әкең кіммін? Әпкем, сен мені біраз уақытқа алып кете аласың. Тыныштал, ұмыт. Мен сені ешқашан мазаламаймын. Жеткілікті. Шен Анран шынымен де жынды. Мен сенімен ажырасқым келеді. Олар сенімен жынды болып өмір сүре алмайды. Мен сұрадым. Онда Вен-Веннің бүгін неге келмегенін білесің бе? Бақытымызға орай, ол Вавенді өзімен бірге алып келген жоқ. Әйтпесе, ол сені бүгін осылай көргенде өмір бойы психологиялық көлеңке қалдыратыны сөзсіз. Менің Вен-Вен әйелдермен терең қарым қатынасым бар. Сондықтан мен туған күндерге қалай қамқорлық жасай аламын? Сіз біраз уақытқа дейін ол үшін қанша төлегенімді білмейсің. Қанша тітіркендірсең де, 4 жасар баланы теңіз жағасында қалдырасың ба? Барлығың теңіз жағасындасыңдар. Теңізге не болғанын білмеймін. Акулалар да, цунамилер де болған жоқ. Сол кездегі жағдай одан да қауіпті болды. Дәрігер ретінде бос тұру мүмкін емес. Бұл ананың кінәсі. Мен сені тастап кетпеуім керек еді. Жоқ, мен сені тастап кетпеуім керек еді. Әпке, сіз өте жақсы ойнадыңыз. Оскар сізге кішкентай алтын адамға қарыздар. Мен мұны анық көріп тұрмын. Сен бүгін әдейі кінә іздеп келдің. Егер бірдеңе болса, сіз кісі өлтірушісіз, және екеуіңіз де өлтірушісіз. Сіз маған 2 өмір бойы қарыздарсыз, және оны ерте ме, кеш пе қайтарасыз. Бұл кімнің қайтыс болғаны туралы куәлік. Бұл не?
Уайымдама, мен сені дереу ауруханаға апарамын. Менікі. Ей, сен неге әлі осы палатадасың? Мені қорлама. Науқастың күйеуіне қоңырау шалып, әйеліне келіп көруін айт. Нәтижесінде ол мені ұрысып, қара түске бояды. Мен мұнда не үшін келдім? Жарайды. Ояндың, зиратта есінен танып қалдым. Қызметкерлер сізді кері жіберді. Сіз үшін өкінішті жаңалық та бар. Ауыр қан кетудің салдарынан сіз асқазаныңыздағы баламен қателестіңіз. Оны сақтап қалу үшін ондай әкенің болғаны бәрібір жақсы болмас еді. Чен ханым, мен қайтыс болған, қызым қайтыс болған кезде балаларды тексеруді өтіндім. Сен не туралы айтып тұрсың? Апай, ханым, сізді әлі ауруханадан шығару мүмкін емес. Қазір ауруханаға жатқызу мүмкін емес. Мені тоқтатпа. Мен басқаларға не болғанын анықтауым керек. Сен сондайсың. Мұндай кішкентай бала сөйлей алмайды. Бұл әке қалай? Өз қызыңыздың қауіпсіздігі үшін не маңызды? Кішкентай жүкті әйел, сен, хайуан, одан да жамансың. Ханым, ашуланбаңыз, мұндай адамға ашуланыңыз. Білмеймін, бірақ ерте ме, кеш пе жазасын аламын. Бұл мәселе, жынды иттен аулақ болу үшін, ит қайда қашып, теңізге жүгіргенін білмеймін бе? Неліктен ол ақ қағаздан жасалған павильонға ұқсайды? Бұл ит суретті сәл үлкейте ала ма? Кешіріңіз, ханым, бұл қазірдің өзінде ең үлкені. Рахмет. Бұл хабарлама мен үшін өте маңызды. Өтінемін, басқа адамдармен сөйлесуді тоқтата аласыз ба? Уайымдамаңыз, мен міндетті түрде сіздің жағындамын. Сіз күте тұрыңыз. Анам босанғалы жатыр. Осы жерде болуы керек. Анашым, сіз әлі ақылдысыз. Юан да басын айналдырды. Ол Бай Савеннің әпкесі емес пе? Егер бұл адам 10 жылдан астам уақыт бойы Қытай тілін жалап жүрсе ше, кім менің саусақтарымды ілуімді өтінді? Сен бірден келіп, менен бірдеңе үйренесің бе? Бұл әлі де менің анам. Ол одан да тартымды. Бұл Бай Тинг-Тингтің қызы Бай Сауруй. Таңқаларлық емес. Олардың жас айырмашылығы соншалықты қиын. Анықталғандай, бұл мүлде жездесі емес. Анасы мен қызы екен. Мен қайтып келгенде, Хуаню ештеңе таппайтынын айтты. Солай ма? Өйткені ол итті есірткіге салып, әлгі кішкентай қаншықты тістеп алуын өтінген. Сіз неден қорқасыз? Иттер өртеніп өлді. Тіпті Шен Анран мұны дұрыс емес деп санаса да, ешқандай дәлел жоқ. Бұл менің ақылдылығым. Әрине. Мен ажырасу туралы келісімге қол қойдым. Бірақ болашақта Бай Сауруйды табу үшін әпкеңізге келуге немесе ауруханаға баруға рұқсат етілмейтінін ескертемін. Сондай ақ Вен-Веннің қамқорлығы бар. Білесіз бе, мен оны жай ғана Бай Цинтянға беремін. Ал біз оны жай ғана Байға береміз. Әпкеме қарап, ажырасқаныңа ашуланғаныңды білемін, бірақ Қытайыңды ауыстырма. Бауырым, қаласаң мені кінәлі. Бәріне мен кінәлімін. Егер сіз ажырассаңыз, қазір ашулансаңыз, мені ұрыңыз. Тенген, олай етпе. Ажырасқаныңа сені кінәламаймын.
Ю бауырым, әпкеме көмектесіңізші. Және ол мұндай кішкентайға қорлық көрсету үшін тым мейірімді. Сөйлесуді доғарыңыз. Егер сіз шынымен ажырассаңыз, сүйіктіңіздің әпкесі қызын енді ешқашан көрмейді. Ол мені 2 рет ұруы керек еді. Бұл 3 мал. Шаншу, оны жүрегіңізге қабылдамаңыз. Алдымен сауығып кетуіңіз керек. Мен Вен-Венді алып кетейін деп жатырмын. Хау бауырым, бар ма? Не хабар? Екінші әпкесі қазір эмоционалды. Сондықтан оны ренжітпеңіз. Егер бұл сізге зиян тигізсе ше? Әлде жақсы адамсың ба? Қытай бауырым, мен сені бір нәрсемен мазалай аламын ба? Әпкем ауруханадан шығады дедің ғой. Бізге орын тауып. 2 күн тұруға рұқсат беріңізші. Егер мен бұрын тұрған жеріме оралсам, бұл көрініс әпкеме міндетті түрде әсер етеді. Мен оны ренжіткім келмейді. Егер сіз 2 күн уақытша тұрсаңыз, менің бағам қол жетімді болады. Сондықтан сізге ұнамаса, барып қалуға болады. Рахмет, Хуаға. Мұнда қонақ бөлмесі басқарылады. Сондықтан сіз алдымен осында боласыз. Хи, бауырым, менде бөлек бөлме бола ма? Сауруй, бұл менің Қытай мен ақштағы үйім. Қытайлық ағаны ұятқа қалдырмайық. Егер Сауруй менің жеке үйім бар деп ойласа, Вен-Вен әлі оралмады. Егер өмір сүргің келсе, оның бөлмесінде тұр. Шынымен бе? Жарайды. Бұл жерді өз үйінде көр. Рахмет, аға, мен өте қуаныштымын. Цан Хуаю, біз әлі ажырасу туралы куәлік алған жоқпыз. Сондықтан үйге басқа әйелдер мен балаларды әкелуді күте алмайсыз. Анран, сен неге қайтып келдің? Бұл менің үйім. Неге мен қайтып келе алмаймын? Бұл менің айтқым келген емес. Тингин, ол соңғы кездері денсаулығы нашар және демалуды қажет етеді. Әпкесі екеуі әлі үй таппай. 2 күн үйімізде қалады. Бұл өте жұмсақ, маған қатты ұнайды. Сен не істеп жатырсың? Ой, сенімен бәрі жақсы ма? Екінші апа, менен не өмір сүруім керек? Менің әпкемнің денсаулығы бала кезінен нашар болған. Бізді қарсы алмасаңыз, кеттік. Бұл менің сүйікті ойыншықтарымның бірі. Бұл жай ғана ойыншық. Жаңасын сатып алыңыз. Бұл жай ойыншық емес. Бұл әкем маған сатып алған ойыншық. Мен оны іздеген кезде әкем сияқты құшақтап алдым. Әкем жұмыста өте бос емес. Үнемі қасымда бола алмайды. Бірақ мен әкем туралы сұрасам, әкем де Вен-Вен туралы ойлайтын шығар. Солай емес пе? Вен-Венге бұл ұнайды. Сондықтан мен оған жаңасын сатып аламын. Ол қалағанынша жасай алады. Неге сонша ақшаң бар? Жақында жаңасын сатып аласың ба? Сіз Цан Хуа туралы айтып отырсыз. Өйткені бәрін қалпына келтіруге болады ма? Сен білесің бе? Мен одан сұрадым. Менің сүйікті ойыншығым осы ойыншық екенін білесің бе? Бұл сынған. Мен оған көмектесе алмаймын. Бұл сынған. Мен оған дәл солай көрінетін басқасын сатып ала алмаймын ба? Мен саған басқа ештеңе айтқым келмейді. Жел соғады. Бәрің шығасыңдар. Жел соғады. Шығасыңдар. Сыртта қараңғы болады. Әпкелерді қайда айдайсың? Менің атым жылжымайтын мүлік туралы куәлікте жазылған. Егер сіз оның менің артымнан еруіне жол бермесеңіз, онымен бірге жүріңіз. Әйтпесе мен полиция шақырамын. Жан Хуаю, маған үйді жомарттықпен сыйлағандай кейіп танытудың қажеті жоқ. Өйткені бұл менің заттарым. Әпкемді жақсы көр, ағамды қуып жіберме. Ол екеуімізді де аяды. Екеуіңнің араларыңда ұрыспаңдар. Ағам, Анран әпке, бірге уақыт өткізіңдер дедім. Екеуіңнің ұрысып қалғаныңды қаламаймыз. Шамрен, сен қашан осындай қатыгез болдың? Егер олар түні бойы осында ұйықтаса, олар не істей алады? Цан хан, сен менің қызымның әкесі мен күйеуімді тонадың. Енді менің үйімді басып алғың келеді. Мен не қалаймын деп ойлайсың? Бұл жерден кет. Сені іздеп қалаға келуге батылым бармайды. Өлсем қорқытамын. Жауыз менің әпкем жақсы емес. Әпкем сені Анранада қорғаған жоқ. Егер зұлымға бірдеңе болса,
сен өлтірушісің. Уайымдама, Сауруй, сен әпкең екеуің осында тұрасыңдар. Мен сені қуып жібермеймін. Юн бауырым, сен сияқты әкемнің барына қатты қызғанамын. Әпкем екеумізде жас кезімізден бері болмаған сияқты. Әкем ойнағысы келеді. Қазір не істеп жатырсың? Сіз аяқтадыңыз ба? Жоқ па? Кездесу формасы кім? Бұл не? Менің ойымша, жұмыртқаның иісі нені білдіреді? Энрон дегеніңіз не? Мен сенің сондай зұлым адам екеніңді білу үшін сенімен ұзақ уақыт үйлендім. Бұл сіздің биологиялық қызыңыз болып шығады. Сіз оның өлгенін қалайсыз? Егер ол шынымен кетіп қалса, үндеме. Ол қызының туған күнінде оны итпен тастап кеткен қызына қарғыс айтатыны анық. Сізге ашулану үшін қандай біліктіліктеріңіз бар? Саған ашуланып, қызыңды өлтірушісің. Саған не болды? Мен де осы жағындамын. Сізде қазір жүйке ауруы бар. Барып жақсы демалыңыз. Кешіріңіз, уайымдамаңыз. Сіз және сіздің әпкеңіз бүгін кешке осында тұрасыз. Мен сізді қуып жібермеймін. Кешіріңіз, уайымдамаңыз. Сіз әпкеңізбен бүгін кешке осында тұрасыз. Мен сені қуып жібермеймін. Мен сені жібермедім. Мен күні бойы шаршадым. Мен сенімен бірге Беннің суретін іздегім келмейді ме? Үйде көп пе? Қайда тығылып жүрсің? Мен бұл туралы айтып отырмын. Апай, біз қашан осылай болдық? Мен жұмысқа байланысты ерте кетіп, кеш оралатынымды білемін. Сізге Венге өз бетіңізше күтім жасау оңай емес. Бірақ Вен де менің биологиялық қызым. Маған сен сияқты бәрі бір. Оларды алыңыз. Біз ажыраспаймыз, бірге өсеміз. Сіз тым импульсивтісіз. Маған керек емес. Сенің қамқорлығыңда болудың қажеті жоқ деп айтуға амалың жоқ. Саухуа, мен де шаршадым. Алдымен оған қол қойыңыз. Ажырасу туралы куәлікті ертең таңертең аламыз. Мен сенің неге жынды екеніңді шынымен білмеймін. Мен саған айттым. Байтинг екеуміздің арамызда ештеңе жоқ. Сауруи де менің талантымның арқасында менің ауруханамда тәжірибеден өтті. Менің ойымша, апалы сіңлілер кішкентай кезінен бастап сыртта көп жұмыс істеді. Және бұл оңай емес. Егер мен көмектесе алсам, мен жай ғана үрейленемін. Санхуан, мен ажырасу туралы куәлікті ертең таңертең алайын дедім. Бұл хабарлама және келіссөздерге жатпайды. Сіз қашан соншалықты ақылсыз болдыңыз? Егер біз ажырасатын болсақ та, Веннің қамқорлығы менікі болу керек. Сіз маған қамқоршылық туралы айтып отырсыз ба? Жүктілік деп аталады ма? Сонда сіз өзімізден нені ұнататынымызды және неге аллергиямыз бар екенін сұрайтынымызды білесіз бе? Сіз мұның бәрін білесіз бе? Мен үй жануарларының дәрігерімін. Мен әдетте жұмыста өте бос емеспін. Егер мен білмесем, бұл қалыпты жағдай, бірақ бәрі жақсы. Мен бұл туралы кейінірек білетін боламын. Жоқ, сол күні иттің туған күнін тойлауға барғаныңызда, ол кезде бос емес педіңіз. Мен саған қанша рет түсіндірдім. Жүкті болғаннан кейін мен эмоционалды түрде тұрақсыз болдым. Салме ауруханада өте бос емес. Тек мен оған қарай жүгіре аламын. Иә, демек сен Бай Тингті пен Бай Саруйдың Хуаю ағасысың, ал сен Ванның әкесің ғой. Солай ма? Мен сенімен бос сөз айтқым келмейді. Вен қайда? Мен хабарлама жіберіп, айналамнан сұрадым. Сен Венді ешкімнің үйіне қоймадың. Венді қайда қойдың? Асығыңыз және оны қайтарыңыз, жарай ма? Кішкентай жүкті, сіз оны енді ешқашан көрмейсіз. Шанрен, мен Веннің биологиялық әкесімін. Сіз менің өзімді көруіме кедергі болатын біліктілігіңіз жоқ.
Не хабар? Кішкентай әпкесінің қызуы көтерілген сияқты. Мен бүгін кешке қорықтым ба, әлде жаңбыр жауды ма, білмеймін. Сондықтан мен бұл туралы айта бердім. Сенің атың Қытай ағасы да бар екенін ұмытып кеттім. Әпкеңе бара аласың ба? Жарайды. Мен қазір келемін. Мен саған ешқашан шындықты айтпаймын. Тек осылай жүріңіз, сонда сіз өміріңіздің қалған бөлігін тек өкінішпен өткізе аласыз. Жолда Бай Сауруи іс жүзінде 3 есе төледі. Ван бауырым, сенің мысығыңның жағдайы бірте-бірте тұрақтанып, жақын арада ауруханадан шығады. Мен сенің әйеліңді сол күні ауруханада көрдім. Жағдай қалай? Ранның шынымен ауырып қалғаны белгілі болды. Оның бұл күндері қатты ашуланғаны таңқаларлық емес. Ой, саған не болды? Сол күні сен оның қасында болмадың ба? Бүгін осындай үлкен реакция болды ма? Ван аға, қате есіңізде ме? О, сол күні 8-ші және 8-ші күндері сіз сол жерде от шашуды бастамадыңыз ба? Содан кейін әйеліңіз бен қызымды үй жануарлары ауруханасына асығыс қайтардыңыз ба? 8 саны. 8-ші күні бастапқыда Вен-Веннің туған күні болды. Бірақ бұл оның қайтыс болған күні болып шықты. Ван аға, сіз дұрыс түсінбедіңіз. Бұл менің әйелім емес. Мен сенің күшігіңнің әкесі емеспін. Жарайды. Сен әрқашан оның қасында болдың. Ал мұнда жұмыс істейтін кішкентай қыз. Сіздің қайын апаңыз сол әйел. Цан Хуаюдың алғашқы махаббаты Бай Тинг-Тинг. Ал ол әйел Бай Тинг-Тингтің некесіз баласы. Бұл жерде қанды болмаңыз. Егер сіз Бай Тинг-Тингтің туған қаласына сұрау үшін барсаңыз, оның орта мектепті бітірмегенін, тек біреумен некесіз балалы болу үшін екенін білуге болады. Бірақ ар ұжданыңыз таза емес пе? Клиенттеріңізден сұраңыз. Олардың көзінше, сіздің анаңызбен және қызыңызбен қарым-қатынасыңыз қандай? Сондықтан бұл сіздің әйеліңіздің таңдауы емес. Сіз сондай адамсыз. Қарғыс атсын. Мен әлі күнге дейін адамдарға оның еңбекқорлығы туралы айтамын. Бұл көріністе адамдар әйелдері мен келіндеріне өте мұқият қарайды. Сонымен, сіз адамдарға қалай қарайсыз? Иә, кешіріңіз, мен ол кезде бұл туралы білмедім. Күні бойы бір сөз тыңдау үшін сіз 4 жасар Вен-Венді теңіз жағасында қалдырасыз. Содан кейін күндізгі павильон мен оның итіне күтім жасау үшін жүгіресіз. Менің бұрынғы күйеуімнің кездесуі. Менен сұрайсың, бәрің де әкесісің бе? Ол кезде мен онша көп ойламайтынмын. Мен өзімді жақсы деп ойлаймын. Теңіз жағасында адамдар өте көп. Онымен бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Неге оны жағажайға айналдырдың? Неге маған қайта оралмайсың? 8-ші күні бүкіл жағалау бойындағы барлық құтқару топтары жіберіліп, баланың теңізден құтқарылып, алғашқы медициналық көмек көрсету үшін ауруханаға жіберілгенін хабарлады. Мен сенің ерлі зайыптыларыңның баласы емеспін. Солай ма? Бұл сіздің күйеуіңіз бен әйеліңіздің балалары емес пе? Мен теңізге құлап, алғашқы медициналық көмек көрсету үшін ауруханаға жеткіздім. Анран, айтшы. Қазір қайдамыз? Мен саған сол күні ондаған рет қоңырау шалдым. Сен оған жауап бердің бе? Мен сені үйдің есігінде күтіп тұрмын. Сіз қызыңыздан сұрап көрдіңіз бе? Сол күні Тинг-Тингтің үні қатты қобалжыды. Сондықтан мен оған бірінші бардым. Менің ойымша, сіз оны бірден алып кетесіз. Мен жеңілдеп қалдым. Мен оны теңіз шайып кетеді деп күткен жоқпын. Сіз сияқты қызыңызға да мән бермейтін адамдар үшін үй жануарларыңызды жіберуге сенімді бола аласыз ба? Мүмкін емес. 3-ші сынып оқушысының бір сөзі мен сияқты қатыгез және әділетсіз адамға өз қызы үшін қарауы мүмкін. Біз сізге бәрін өзіміз бере алмаймыз. Ол білмейді дейсің бе? Юан, айтыңызшы, ол қазір қайда? Әкең, сен жүгірушіге араласпа деп айтасың. Мен дұрыс айтамын. Қазір қайдасың? Мен оны қазір көруім керек. Мен сенің әкең емеспін. Мені олай әке деме. Саған біреу бірдеңе деді ме? Оған сенбеңіз. Мен оған әрқашан бір жақты қарайтынмын және ешқашан алдаған емеспін. Бұрын мен анам, мен қызыма көп көмектесетінмін. Бірақ мен оларға аянышты болып қарап, көбірек көмектескім келді. Мен сенен жүгірушінің хабарламасын сұрағанымда, Фен ағаның күлін ұстаған крематорийден шыққанда не істеп жүрсің дедім. Бұлай болмайды. Мен саған басында ештеңе айтқан жоқпын. Урнаны ешкім пайдалана алмайды. Урнаны да ешкім пайдалана алмайды. Менің кішкентай немеремді сенің жауапсыз немерең өлтірді.
Сіз Ранға әйеліңіздей қарадыңыз ба? Әлде оған қызыңыз сияқты қарадыңыз ба? Әке, сен не туралы айтып тұрсың? Энрон әлі ашулы ма? Екеуміз ішіп, әкеме өтірік айттық. Мені тыңда. Вен-Вен менің қызым. Мен сені қалай сүйе алмадым? Анран, сенің ашуланғаныңды білет. Сен маған сабақ берік дегенің келет. Енді есіңде ме? Мен сенің қызыңмын ба? Вен қазір қайда? Мен оларды көргім келеді. Басқа балалар әзілдеп жатыр. Анық қараңыз. Жалған. Бұл жалған. Менімен ажырасу үшін сен маған осындай жалған нәрселермен өтірік айттың. Мен бұған сенбеймін. Мен сұрадым. Сен тірі кезіңде менен сұрамайсың. Маған кімді осылай көрсетесің? Зираттағы бұл урна туралы айтқаныңыз есіңізде ме? Менің ішімнен шыққан қан есіңде ме? Сіз мені 2 баламнан айырылдыңыз. Ағамды қайта шақырсын. Ахви, сен одан сұрадың. Мен басқаларға жақсы емес екенімді айттым. Бірақ Савидің өмірін жасырмауым керек. Мені де бала туғаны үшін жақтады. Егер сіз ашулансаңыз, мені ұрыңыз. Бай Тинг-Тинг, сен ұмытып қалдың. Ол Вен-Венді жағажайға айдап бара жатқанда, мен сенің қателігіңді мойындағаныңды неге көрмедім? Мен мұны істемедім. Өз балам болуды ұмытып кеттім. Оған дәрі-дәрмекті қалай беруге болады? Солай ма? Қайтып кел. Бай Ю ағай, ол ештеңе таппайды. Солай ма? Өйткені ол кішкентай қаншықты тістеу үшін итке әдейі дәрі берген. Сіз неден қорқасыз? Иттерді өртеп өлтіреді. Жүгіру дұрыс емес болып көрінсе де, ешқандай дәлел жоқ. Мен олай етпедім. Оның жалған екенін жазбадым. Мен жай ғана ұмытып кеттім. Өз балам сияқты мен оған дәрі-дәрмекті қалай бере аламын? Сіз өзіңізді қорғауыңыз керек. Содан кейін 4 жасар қызды жақтауыңыз керек. Сіз не жеке адамсыз, не басқа адамдардың отбасыларын құртасыз, не ұятсыз жасөспірімсіз, және басқалардың бәрін өлтіресіз. Иттер, ерлер мен әйелдер жануарлар сияқты жақсы емес. Менің шынымен де бөтен адамым жоқ. Әпкем, менің ағам жоқ. Білесіз бе, бірақ жүктілік үшін, бірақ сіз жақсы емессіз. Сенің сезімің бар ма? Маған бәрібір. Мен оны жек көрмесем, оны көру үшін қандай бетіммен түсуім керек деп сұрадым. Анран, кешіріңіз. Мен өлтірмеймін, ит кінәсіз, ал Шаншу да кінәсіз. Сауруйге келетін болсақ, сіз өзіңіздің жалған жазбаңызды жақтамайсыз. Апай, жақсысың ба? Екінші қарындас, қаласаң мен ұр. Ол жай ғана менің саған аянышты және ашуланғанымды көреді. Саған не болды, доктор? Шен, түсік тастағаннан бері сіздің туған күніңіз өте нашар өтті және сізде қатерлі ісікке айналу үрдісі бар. Сіз өзіңіздің эмоцияларыңызды басқаруды және оны мүмкіндігінше тезірек емдеуді үйренуіңіз керек. Сізден күтуіңізді сұраймын. Анашым, жақын арада сізбен бірге болады. Сәлем. Сенімен бәрі жақсы ма? Мен бұл үшін сені кінәламаймын. Хуан Ю бауырым, сен үй жануарлары ауруханасының дәрігерісің. Басында оны құтқару үшін мені кешіктіруді ұмытып, әпкесінің маған ашулануын өтіндім. Сен еркексің, мен де еркекпін. Егер ер адам күйеуі мен әкесі болса, ол күйеуі мен әкесінің міндеттерін өз мойнына алу керек. Сырттағы гүлдер мен өсімдіктердің бәрі ойдан шығарылған. Қиын сәтте сізге тек өз әйеліңіз бен балаларыңыз ғана қамқорлық жасай алады. Түпнұсқа Ван аға болмаңыз. Мен сізмін. Ештеңе айтпаңыз. Мен барлық клиенттерге сіздің қонақ үйіңізге біраз уақыт келмеуін айтамын. Өз өміріңізге қамқорлық жасаңыз және бұл туралы сөйлесіңіз. Енді жүгіру қиындық тудырған аулаға көңіліңіз тола ма? Бай Тинг, сен менің үйімде таңғы сағат 8-де тұрсың. Мен сені күтемін. Барайық. Ағам тек менікі болуы мүмкін, ал Сауруй менікі болуы мүмкін. Мен сұрадым. Мен қайғырдым, бірақ шынымен де олай етпедім. Мен сені ренжіттім. Бұл шынымен сен емес, сенің некесіз қызың еді. Дегенмен,
Цан Хуаю екеуміздің қарым-қатынасымыз жақсы. Ол бала, ол кезде отбасы ажырасуға келіспейтін. Ол кезде мені қуған бай екінші ұрпақ болды. Мен онымен бірге болдым. Кейінірек оның саурун болды. Күтпеген жерден ол мені жиі ұрып-соғып, қорлады. Бірақ ол маған тұрмысқа шығуды мүлде жоспарламады. Бір адамның бала туғаны емес. Сонымен, егер сіз менің сізге түсіністікпен қарауымды қаласаңыз, мен жоғарғы эшелондарда жетістікке жете алмадым, және оны бай екінші ұрпақ тастап кетті. Ол оны ала алмайды ма? Тек саған жақсылық жасауға рас. Сондықтан сен өзгенің күйеуімін деп кейіп танытып, өзгенің отбасын құртасың. Мен мұны да күткен жоқпын. Оның да сондай жақсы екенін кім білген? Мен сені оның баласына телефон соғып қарауға қалдырған кезде, мен оны осылай көргеніме өте қуаныштымын және қанағаттанамын. Сондықтан қызымның өмірін құрбан ете аламын. Солай ма? Оны табудың амалы жоқ. Мен Чан Хуйдің оның әкесі болғанын қалаймын. Сондықтан оны маған жеткізе аласыз. Бүгін мен сізге сабырмен айтайын. Мен Цан Хуаның жеткіліксіз екенін меңзеп қойдым. Ол шынымен түсінбейтінін немесе түсінбегендей кейіп танытатынын білмейді. Әр жолы менімен достарының шекарасын сақтайды. Мен шынымен қызғанамын. Неге сенің жақсы әйелің бар? Сіз маған баланы сүймеуге рұқсат етіңіз. Мен сізге айтамын. Егер сіз аш болсаңыз, оны жемеңіз. Мен үшін аласыз. Ал, не, қазір жазып жатырмын деп айтыңыз, мен де айта аламын. Сіз мұны қорқып кеткендіктен жасадыңыз. Мен саған бермесем, ол маған сенбейді. Сіз өлтірушіден басқа ештеңе емессіз. Мені қалай кінәлай аласың? Егер Цан Хуаю сол кезде Вен-Веннің туған күнін тойлауды талап етсе, сіздің қызыңыз теңізге құлап кетпес еді. Ол мені таңдады. Яғни жүрегінде сүйетін адамы менмін. Сіздердің біреулеріңіз бір-біріңізге өте жақсы сәйкес келеді. Сондықтан екеуміз бірге болайық. Әрине, мен онымен тез ажырастым. Егер ол қаламаса, оны мәжбүрлеңіз. Ол ажырасқанша Сауруи екеумізді міндетті түрде қабылдайтынына сенемін. Неге мұндасың? Менің түсіндірмемді тыңдаңыз. Мен сізге қатысуға рұқсат етемін. Және таныс қол әлі де менікі екенін білемін. Олай емес. Ван бауырым, менің түсіндіруімді тыңда. Иә, ол мені осылай айтуға итермеледі. Жетеді. Сауруи кімге қатты ұнайды? Мен одан сені қызындай көріп, қорқытуын өтіндім. Мен Шен Анранға қарағанда сауатты болуым керек. Мен үндемедім. Қызым мен ғана. Мен тек адамдарды жақсы көремін. Сен істе аласың ба? Сіз қазір осылай көрінесіз. Сізді көріп, менің түсіндірмемді тыңдағандай кейіп танытасыз. Солай емес пе? Сонда сіздің сүйіктіңіз тым жақсы, оған тұрарлық емес. Жоқ, ол алғашқы медициналық көмекке жіберілді. Сонда сен қашан өлдің? Мен сұрадым. Ол ауруханаға жеткізілгеннен кейін көп ұзамай қайтыс болды. Сол күні қайтыс болған Бай Цинтианның иті және оны ертіп келген ит болды. 8-ші күні мен үй жануарлары ауруханасында ит алып жүрдім. Цан Хуали, мен саған сол күні ондаған рет қоңырау шалдым. Ал сен оны алмаған күні. Сен мені қандай жағдай болмасын, теңіз жағасында тастап кеттің. Қызымызды өз қолыңмен өлтірдің. Жоқ. Мен туған күнімді бірге өткізуге уәде бердім. Сен білесің бе? Дәрігер менің итімнің жүніне аллергиям бар екенін айтты. Ол қатты қорқып, теңізге түсіп кетті. Оның қозғалғаны сонша кетіп қалды. Маған күшіктер қатты ұнайды. Ол маған жиі еріп жүреді. Өйткені ол сізге көбірек уәде бергісі келеді. Цан Хуаю, ол сенің арқаңды туған күнінен бастап күнде ғана көреді. Сізбен біраз уақыт бірге болу және сізді көбірек көру үшін ол мұны сізден жасырып, ит шашына аллергия туралы айтпауымды айтты. Сіз жасаған барлық нәрсе өте күнәкар. Не болды? Бәрі жақсы.
менің жағдайым. Сізден ота жасатып, полиция шақыруыңызды сұрауым керек. Мен өз қолыммен өзімді өлтірдім. Мен өз қызымды өз қолыммен өлтірдім. Цзан Хуаю, есіңде болсын. Сен біздің қызымызды өзің өлтірдің. Мен сенің өміріңнің соңына дейін кек алуыңды қалаймын. Кешіріңіз, әке, қарғыс атсын. Цзан Ханю, сол күні мен сенің көлігіңді тоқтатуға барғанымда, артқы орындықтағы жедел жәрдемде кім болғанын тап. Иә, сіз айтасыз. Сен менің қызымды, мені ұрдың, менің мұрным әлі ұрып жатыр ма? Бұл Вен-Вен. Вен-Вен біздің қызымыз. Сіз оның жалғыз құтқару жолын жауып, құтқару уақытын кешіктірдіңіз. Менің соңғы сөздерім қандай болғанын білесің бе? Сіз білгіңіз келе ме? Не болды? Айтыңызшы, не? Мен сенің келесі өмірде оның әкесі болғаныңды қаламайтынын сұрадым. Жоқ, олай болмайды. Олай айтылмайды. Мен олай айтпаймын. Барлығы өлуі керек. Неге мен өлуге дайын емеспін? Сен маған өлуімді айттың ба? Аурухананы қалай тыңдау керектігін қайдан білесіз? Мен де сонда болдым. Бұл. Не болып жатыр? Сол күні зиратта сен мені итеріп жібердің. Мен бұл дер кезінде емес дедім. Сонымен қатар жәбірленуші енді ғана жойыла бастады. Ал қазір реинкарнацияда жүріп жатыр. Сіз өзіңіздің бай теңтеңіңізге, бай сәуреніңізге ғана мән бересіз. Саған айтқаным пайдалы ма? Солай емес пе? Неге маған айтпадың? Тинг, мен өлгенде Цзан Хуамен және әділдермен бірге бола аламын деп ойламайсың ба? Әрине, кешіріңіз, сіз қателесесіз. Бүгін болғанның бәрі, мен айттым, неге өлгің келмейді? Сен өлесің, неге бұлай істеп жатырсың? Менің ішімде 3 келінім қайтыс болды. Сен кетіп қалдың. Мені жеңді. Неге оған кетіп бара жатырсың? Неге оның өлуіне жол бермейсің? Мен сенің күйеуің болуға лайық емеспін. Мен де әкем болуға лайық емеспін. Олар сені енді ешқашан жемейді. Мен сенің күйеуіңді тонадым. Сен менің күйеуімді тонадың ба?
Соңғы жаңалықтар. Таңертең интернетте сенсация тудырған тікелей эфирде кісі өлтірушіні өлтірген Бай ханым ресми түрде қамауға алынды. Оның қызы қашу кезінде кездейсоқ жол апатына ұшырап, оқиға орнында қайтыс болды. Мырза, Цан қол шоуына бара жатқанда, шамадан тыс ыңғайсыздықтан тікелей эфир кезінде есінен танып қалған Шен ханым қазіргі уақытта ауруханада шұғыл емделуде. Жағдай оптимистік емес. Анашым, мен сізден жағдайыңыз жақсы ма деп сұраймын. Жарайды. Анам мені қуып жіберді. Әкем керемет. Бұл сенікі.